Жануарлар мінез-құлқын зерттейтін этология ғылымында импринтинг деп аталатын биологиялық процесс бар. Бұл өмірінің алғашқы кезеңінде миға кім дос, кім жау екенін бекітетін кезең. Табиғаты бір-біріне қарама-қайшы тіршілік иелері бірге өссе, олардың миы бұл тіршілік иесі қауіпсіз, ол өзімнің отбасы мүшесі деп қабылдайды. Сондықтан олар өскен соңында инстинкт жетегінде емес, сол ерте қалыптасқан жылы эмоциялық байланыс арқасында бір-бірін дұшпан санамайды. Нәтижесінде сенім мен мейірімділіктің гормоны окситоцин деңгейі артады. Яғни жануар миы мына тіршілік иесін көргенде өзімді жақсы сезінем деп үйренеді. Егер жыртқыш жануар кішкентай кезінде басқа түрмен бірге өссе, миында бұл түрді өлтірме деген бейтараптанған реакция қалыптасады. Бұл да табиғи бейімделу механизмі. Осылайша ықтималды жабайы табиғатта кездессе, бір-бірін өлтіруге дайын жануарлар аралас-құралас болудың арқасында бір-біріне мейірімді бола бастайды. Жануарлар арасындағы импринтинг құбылысының әлеуметтік психологиялық аналогы адамдар арасында да бар. Орта ғасырларда қоғамдар жабық болды. Адам өз дінін, тілін, мәдениетін ғана көріп өсті. Мұндай ортада бала миы біздің дін дұрыс, басқалар жау деген әлеуметтік импринтингті қабылдайды. Себебі діни және саяси лидерлер өзгелерге деген жеккөрінішті идеологияларды таратып отырды. Мұны адамзат тарихындағы діни және ұлтшылдық соғыстар растайды. Ғылым, білім, саяхат, интернет дамыған соң адамдар бір-бірімен тікелей араласа бастады. Егер адамдар жиі байланыс орнатса, бір-біріне деген жаулық сезім азаяды. Яғни өшпенділіктің бастауы адамдардың бірін-бірі танымауынан және оқшауланудан туады. Әйелдермен кім көп араласса дейді. Білесіздер ғой, өзі әйелдер көп жұмыс істейтін жерлер бар. Мысалға, мейкап деп айтайық та, жаңағы қазір сондай көп қой. Сұлулық салоны бар. Сол жерде бір еркек жұмыс істейді да, кім әйелдермен көп өмірінің көп бөлігін өткізсе дейді. Алар действительно ана жерде 8 сағат өмірін өткізіп жатыр ғой солармен. Или көп қой басқа, тігін цехында істейтін еркек деп айтайық. Мысалға да енді өмірін кім әйелдермен көп өткізсе дейді, имам Абу-Лайс Самарқанди айтады. Оның жүрегі надандыққа тола бастайды дейді. Ана қараңыздар. Ауру бұл. Надандыққа тола бастайды, сөз қабылдай алмайтын болып қалады дейді. Екінші ма? Үшінші, іс-әрекеті әйелдердің іс-әрекетіне қарай ауыса бастайды дейді. Жүрістер өзгереді, бүйтіп, сөздер өзгеруі мүмкін, майысып сөйлеуі мүмкін, балалармен шай ішеді ғой енді күнде. Имекең сілтеме жасаған Абу-Лайс Самарқанди 10 ғасырда өмір сүргенін ескеру керек. Ол кезде қазіргідей гендерлік аралас-құралас мамандықтар болмаған. Сол себепті 10 ғасырдағы әлеуметтік құрылымды ескермей, 21 ғасырдағы қоғамға мұндай бір жақты уағыз айту арқылы басқа салаларға тіл тигізуге болмайды. Себебі әйелдердің үлесі басым мамандықтар бар. Әсіресе мұғалімдер, дәрігерлер, қаржыгерлер, әкімшілік кеңсе қызметтері, заманауи диджитал мамандықтар. Қазір тек физикалық ауыр жұмыстар ғана еркектерге тиесілі болып тұр. Роботизация қарқынды дамуының арқасында болашақта бұл мамандықтарға да әйелдер кіреді. Сол кезде еркектерге істейтін жұмыс қалмай ма? Кім әйелдермен көп уақыт өткізсе, сол надан бола бастайды деген сөз гендерлік кемсітуге жатады. Яғни астарында әйелдер табиғатынан надан болып жаратылған. Олармен көп сөйлессең, сағанда надандығы жұғады деген қауіпті тұжырым жатыр. Бұл сөз гендерлік кемсіту ғана емес, діни логикалық тұрғыдан да жарамсыз. Ең алғашқы адам жаратылғанда оның серігі әйел болды. Яғни алғашқы адамның ең көп сөйлескен серігі әйел еді. Айтпақшы, 4 әйел алған ахилар не істеуі керек? Көрдіңіз бе? Соңында не болады дейді, бұл шахуаты басылмайтын еркек болып қалады дейді. Әйел көрсе болды, ойы кетіп тұра береді екен ана. Көрдіңіз бе? Әр әйелге бір ғашық болып жүреді дейді ана қасқа. Жақсы емес ол. Көрдіңіз бе? Имам айтып жатыр. Бір сау нәрсе айтқан жоқ, 3 нәрсе айтты. Үшеуі де сау емес ше. Ақылында кемтік болады деді. Қуа бастайды деген сөз ғой. Және іс-әрекеті әйелдердің іс-әрекетіне ауысады дейді ананы. Үшіншісі не дейді? Шахуаты басылмайды дейді. Постоянно айғыр болып жүреді анау. Негізі машинаның екеу болғаны жақсы ғой, біреу болғаннан. Үйдің де солай екеу болғаны жақсы, біреу болғаннан. Сол секілді енді қатынның да біреу болғаннан екеу болған жақсы ғой деп айтқан. Өз негізі жалпы көп нәрсе жақсы ғой, дұрыс па? Малдың да көбі жақсы, сауданың да көбі жақсы, ақшаның да көбі жақсы. Сол секілді жігіттерге де айтып жатқан бір қатынның да көбі жақсы. Бүгінгі таңда интеллектуалды мамандықтардың көбінде әйелдер басым бола бастады. Себебі бүгінгі әйелдердің бәрі оққан-тоққан, білікті мамандық иелері. Интеллектуалды еңбек нарығында әйелдердің бәсекесі жоғары. Сәйкесінше еркектер әйелдер басым мамандықтарды тастап, физикалық қара жұмыстарға кете берсе, еркектердің интеллектуалды әлеуеті төмендеп кетпей ме? Кері кету осылай басталмай ма? Сайып келгенде тағы да Гёделге ораламыз.
Кез келген күрделі жүйеде жоққа да шығара алмайтын, дәлелдей де алмайтын тұжырымдар болады. Жеке мысалдан жалпыға үкім шығару қате. Күрделі жүйеде бәріне бірдей жүретін қарапайым қағида жоқ. Сондықтан әйелдермен көп сөйлескен еркек надан болады деу негізсіз. Өйткені сені өмірге әкелген анаң әйел. Өмірлік серігің болатын жарың да әйел. Ауырғанда сені емдейтін, мектепте саған білім беретін де әйелдер. Әйелдерді кемсітуді қойыңдар.